2023 санының 2024 дәрежесінің соңғы цифрын анықтау керек, иә. Ол үшін 2023 санындағы алғашқы 3 цифрды сызып тастаймыз, және дәрежесіндегі алдыңғы 2 цифрды сызып тастаймыз. Сонда бізде не қалады? 3-тің 24 дәрежесі қалады, иә. Енді 3-тің дәрежелерін жазылайық. 3-тің 1 дәрежесі тең 3-ке, 3-тің 2 дәрежесі тең болады 9-ға, 3-тің 3 дәрежесі тең болады 27-ге, 3-тің 4 дәрежесі тең болады 81-ге, 3-тің 5 дәрежесі тең болады 243-ке. Яғни бұл цикл ары қарай да қайталанады. 4 саннан кейін қайталанып тұрғанын байқап тұрмыз, иә. Енді олай болатын болса 24-ті дәрежесіне 24-ті бөлеміз мына 4-ке тең болады 6. Қалдық, қалған жоқ, иә. Қалдық 0 деп жазып қойық. Егер де бір қалдық қалатын болса, онда 3-ке аяқталады. 2 қалдық қалатын болса, 9-ға аяқталады. 3 қалдық қалатын болса, 7-ге аяқталады. Егер біздің жағдайымыздағы сияқты қалдық қалмайтын болса, онда бұл цифр 1 санына аяқталады. Яғни есептің жауабы 1 деген нұсқаны белгілейміз.